Армысыздар. Анталияда былтыр мамырда ұсталып, кейін сол жақта Түркия құзырлы орындары қамауға алған Астана ЛРТ жобасының бұрынғы басшысы Талғат Арданды Түркия жоғарғы соты қамаудан босатқан. Бұл туралы Тойкен медиаға сенімді дереккөзі хабарлап отыр. Талғат Арданға іздеу жариялаған Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен Қазақстанның бас прокуратурасы әзірге ресми хабарлама жасаған жоқ. Әлде олар білмей қалды ма? Талғат Арданды Қазақстан тарабы 2019 жылдан бері іздеп жүрген. Оны 2025 жылы Түркия арнайы қызметі ұстап берсе де, елге неге бірден жеткізбегендерін бас прокуратура былай түсіндірген еді. Өзіңіз білетіндей, Турцияда ұсталды. Турцияда қазір қамақта отыр ол. Турцияда? Турцияда да. Әлі келген жоқ. Біз барлық құжаттарды Түркияға жібердік. Енді түрк мемлекеттері біздің құжаттарды қарап, шешім қабылдайды. Қашан келуі мүмкін? Оны әлі белгісіз. Ол Түркия заңнамасы арқылы қаралады. Біз оларға Түркияға тез деп айта алмаймыз. Ол өз мемлекет, өз заңы бойынша қарастырады. Егер Түркия соты Талғат Арданды босатса, прокурор мырза айтқандай, енді ешкімге тез іздеудің қажеті жоқ. Дереккөздің хабарлауынша, Талғат Ардан 26 наурыздан бері еркіндікте. Меніңше, мұны Қазақстан билігі өте жақсы біледі. Ну, самый главный проект Астаны – это реализация проекта легкого метро. Это ЛРТ. Это очень большой проект, не только для Астаны, для Казахстана. Это дорогой проект, но он оправдан, мы в этом убеждены. Талғат Ардан деген кім? Ұмытып қалсаңыздар, қысқаша естеріңізге сала кетейін. Ол жай ғана бір шенеунік емес. Оның есімі коррупция ескерткіші деген атауға ие болған Астана ЛРТ жобасындағы ірі коррупциялық скандалмен байланысты. Талғат Ардан Астана ЛРТ-ны 2011 жылдан 2017 жылға дейін басқарған. Ол 2016 жылы Астанада 2018 жылы жеңіл рельсті трамвайлар жүре бастайды деп уәде берген. Оның сөзінше 2011 жылы басталған Астана ЛРТ жобасы 2017 жылы Экспо 2017 халықаралық көрмесі басталар тұста бітуі тиіс еді. Бірақ ЛРТ төңірегінде коррупциялық дау басталды. Тергеу нұсқасына сәйкес ЛРТ құрылысына бөлінген бюджет қаражаты жалған құжаттармен және Талғат Арданмен байланысы бар жобалары арқылы еленген. 2019 жылы 9 лауазымды тұлғаның миллиардтаған теңгені жеп қойған айтылды. Осы тұста, яғни 2019 жылы Талғат Ардан Қазақстаннан қашып, оған жарияланған халықаралық іздеу 6 жылға созылды. Айтпақшы, онымен бірге осы іске қатысы бар делінген Астана қаласының бұрынғы әкімі Қанат Сұлтанбековке де іздеу жарияланған. Бірақ ол қазір Нью-Йоркте өзінің мамыражай өмірін кешіп жатыр. Оларды іздеуге де аз ақша кетпеген анық. Ал 2020 жылы ЛРТ скандалына қатысы бар деген 7 адам 7 жылдан 10 жылға дейін абақтыға қамалды. Ардан 2024 жылы сырттай 9 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот оны 250 миллион доллардан астам қаражатты заңсыз пайдаланды деген. Мемлекетке келген залал 85 миллиард теңгеден асады. Айтпақшы, сот тергеуінде бұл ақшалардың бір бөлігін Талғат Арданның ашынасы деп таныстырылған Айжан Ақбаеваның жайлы тұрмысы, қымбат көлігі мен шетелдерге сапар үшін жұмсалған айтылған. Кейін Айжан Ақбаева мен осы іске қатысы бар Арданның туысы Самат Сыбанбаевтың антикорға 15 миллион теңге әкеліп, айыбын мойындаған соң босатылғаны жарияланды. Енді логика бойынша Астана ЛРТ-ның бұрынғы басшысын елге алып келіп, Қытай банкінің 2014 жылы Қазақстанға берген 1,6 миллиард доллар көлеміндегі несиесінің қалай жұмсалғаны жайлы шындықты жария ету керек. Бұл мүмкін бе? Әлде бұл іс тағы ұзақ жылдарға созыла ма? Ардан аузын ашса, сол кезде Астана әкімі болған Әділбек Жақсыбеков пен оның орынбасары Назарбаевтың немересі Нұралы Әлиевке қатысты жаңа деректердің ашылатыны анық. Тойкен медиа мәселенің анық-қанығына көз жеткізу үшін Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бас прокуратураға сауал жолдады. Жауап келсе, тағы да қосымша хабарлаймыз. Ал ЛРТ не болып жатыр? Астана қаласы әкімдігі оны биылғы көктемнен қалдырмай іске қосуға уәде берген.